Қайырлы күн, қазақ елі. Жақсылыққа жаны құмар жандарға үндеу жолдап отырмыз. Мен Оразалы Дінмұхамед 1997 жылы 2 қыркүйек айында туылғам. Менің Оразалы Серік болсын және қарындасым Жансая. 2000 жылдары інім жасында толмаған, мен 1,5 жасында әкемізден айырылғанбыз. 2019 жылы анамыздан айырылып, қатерлі ісік ауруымен ауырып, содан бері өзіміз жалғыз нағашыларымыздың қолында тұрамыз. Қарындасым әпкемнің қолында, біз інім екеуміз қалада жұмыс жасаймыз. Әке мен анадан айырылу орны толмас қасірет. Сол қасіретті қабырғасы қайыспай көтеріп жүрген 3 бауырымызға қазақ елінен көмек қажет. Ананың аялы алақанын аңсаған перзент жүрегіне әкенің қамқорлығын, ананың махаббатын бере алмасақ та, жаңа баспанамен жаңа өмірдің шырағын жағаламыз. Күн демей, түн демей жұмысқа жегілген бауырларымыз бен туғанынан мүгедектіктің зардабын көріп келе жатқан кішкентай қызымызға сіздің салған 100 теңге, 200 теңгеңіз болсын, үлкен көмек екенін ұмытпаңыз. Харекетпен бірге болыңыз, сауаптан құр қалмаңыз.